Қайырлы күн достар, міне соңғы сабақтарға да келіп жеттік. Сабақты бастамас бұрын ең әуелі каналыма келіп, осы сабақты достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Бүгін бізде 133-ші сабақ өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сын есімдерді қойып жаз. Екі бағанды салыстыр. Қай бағандағы сөздер сөйлем екенін, қай бағандағы сөздер сөйлемге жатпайтынын дәлелде. Бірінші бағандағы сөз тіркестер бізде таза ауа, ақ мақта, жазық дала, жақсы бала. Бұлар сөйлемге жатпайды. Келесі бағандағы сөздер бізде ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы деген сөз тіркестер сөйлемге жатады екен. Екінші жаттығу. Кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет. Заттың атауы, мысалы бізде рюкзак, түсі қызыл, пішіні тік төртбұрыш, көлемі үлкен. Осылай сендер де кез келген затты қойып, осылай түсін, пішінін, көлемін жазсаңдар болады. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаз. Сан есім мен зат есімнің байланысын сызбамен көрсет. Қырық құлып, қырық құлып та қырық, құрық та қырық. Бұл жердегі зат есім мен сан есімнің байланысын видеода көрсетіп қойдым. Сендер де солай сызып шығындар. Жаңылтпаштағы сан есім қырық, бұл дара сан есім. Төртінші жаттығу. Сөздерді сөз таптарына топтап жаз. Берілген сөздердегі зат есімдер күнделік, құрт, ірімшік, кенші. Сын есімдер сары, жаман, кең, ащы. Сан есімдер мың, алтыншы, екі, бесеу. Етістіктер жиналды, ұмыта алмады. Бесінші жаттығу. Сөз таптарын өзара салыстыр. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім бұлардың ұқсастықтары барлығы да сөз таптары болып табылады және барлығында да сұрақтар бар өздеріне тиесілі. Бұлардың өзгешеліктері зат есім заттың атын білдіреді, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді, сын есім заттың сынын, сапасын білдіреді, сан есім заттың санын, мөлшерін білдіреді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.